Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен қайта жүздескеніме қуаныштымын. Бүгінгі бізде қозғалатын тақырып өте ерекше болмақ. Яғни апатия мен депрессияға неге түсесіңдер және одан шығу жолдары туралы айтатын боламыз. Сондықтан да соңына дейін бізбен бірге болып, өздеріңе керегін алыңдар. Негізі апатия мен депрессия ол психологиялық күй, яғни адамның еш нәрсеге энергиясының болмауы, өмірге деген қызығушылығы болмауы, немесе көңіл-күйінің болмауы деген секілді. Қазір барлықтарын демей ақ қояйын, бірақ примерно 80% оқушылар осы состояниеде жүргендері болуы мүмкін. Сол себепті бүгін осы тақырыпты ашып айтатын боламыз. Жалпы негізі апатия мен депрессия неден пайда болады, қалай пайда болады, соған тоқталып өтейік. Ең бірінші белгі бұл әрине жоғары стресстің болуы. Яғни ұбт қазір сендер үшін ең үлкен жауапкершілік және қысым болуы мүмкін. Осыдан сендерде стресс пайда болады. Екінші белгі ол өз-өзіңе күмән тудыру. Жалпы күмән неден пайда болады? Ол біріншіден өзіңе деген сенімсіздіктен пайда болады. Екіншіден өзіңді өзгелермен салыстырудан пайда болады. Осы тұста айтқым келеді, өзіңді ешқашан ешкіммен салыстырма, себебі сен жеке тұлға, жеке индивидсің, және де әркім өз өмірінің басты кейіпкері, әркімнің өз өмірі әртүрлі. Сондықтан да өзіңді ешкіммен салыстырмай, тек кешегі күніңмен бүгінгі күніңді салыстыр деген келеді. Яғни қаншалықты сен еңбек етесің, қаншалықты жұмыс жасайсың, соның нәтижесінде өзіңнің мақсатына жетесің. Келесі ол қоғамның қысымы десем болады. Яғни ата-аналарыңның, туған-туысқандарыңның немесе достарыңның саған артқан үміті ол қысым алып келуі мүмкін. Яғни сен ойша солардың артқан үмітін ақтай аламын ба, ақтай алмаймын ба деген секілді ойлармен сен өзіңе стресстік ойлар тудыруы мүмкін. Келесі ол өзіңнің нәтижеңе алаңдаушылық. Яғни нәтижеңе алаңдаушылық дегенде сен дәл қазіргі өзіңнің жұмысыңа мән бермейсің, бірақ та болашақты ойыңмен ойлап, сол арқылы сен миыңды шаршатып, стресске, депрессияға түсуі мүмкін. Міне осындай белгілер болып жатырса сенде, онда сенің қазіргі жағдайыңды өзгерту керек. Яғни осындай ситуациялардан қазір қалай шығу керектігін айтып беретін боламын. Ең бірінші кеңес ол әрине мақсаттың болуы. Яғни сенде мақсат болса, сен алдыға қарай, қай жаққа қарай жүріп бара жатқаныңды білесің. Яғни мақсат деген ол белгілі бір жерге жетудегі меже десек болады. Ал сол межеге сен қандай жолмен жетесің, ол өзіңе байланысты. Сондықтан да ең бірінші сен өзіңнің мақсатыңды нақты анықтап жазып ал, және сол жолға жетудегі жолдарды қарастыр. Ал ол жолға жету үшін саған ең бірінші жоспар құру керек. Яғни жоспар сенің миыңдағы болып жатқан, былайша айтқанда мусорларды тазартып, бір жүйеге келтірудің әдісі. Яғни жоспар құру арқылы сен қандай шагтар жасайсың, қандай қадамдар жасайсың, соны біле алатын боласың. Екіншіден, денсаулығыңа қамқорлық жасау, яғни осы тұста дұрыс тамақтану және дұрыс ұйқы, сонымен қатар салауатты өмір салтын ұстану өте маңызды рөл атқарады. Яғни сендердің жейтін, тұтынатын тағамдарың, оның барлығы әрине сендердің энергияларыңның жоғалмауына әсер етеді. Келесі ол медитация жасау, яғни медитация ол дұрыс тыныс алу практикалары. Бұл өте банально естілгенмен, бірақ 100% жұмыс жасайтын техника. Яғни медитация жасаудың ең бір ерекшелігі, яғни пайдасы ол дұрыс фокус қою. Яғни сенің жасайтын әрекеттеріңе дұрыс фокус қойсаң, ол өзінің өнімділігін береді сәйкесінше. Сондықтан да миларыңды барлық мусордан, керек емес заттардан, негативті ойлардан босату үшін медитация жасау өте маңызды. Сендерге бір осы тұста лайфхак айтқым келіп тұр. Медитацияны негізі көп адамдар дұрыс жасамауы мүмкін. Оны қалай бірте-бірте, медитацияны негізі бірте-бірте көп жасау арқылы оны жоғары деңгейге жеткізе аламыз негізі. Сондықтан да сендер аз-аздан бастаңдар, яғни мысалға бірінші күні 1 минут осылай үнсіздікте, тыныштықта, еш нәрсе ойламай, тек айналаңдағы болып жатқан дыбыстар болсын, айналаңдағы болып жатқан сәттер барлығын көздеріңді жұмып, тыныштықта 1 минут отырыңдар. Яғни тек өз ойларыңмен бірге.
яғни одан кейін келесі күндері 1 минут, 1,5 минут, 2 минут деп өсіре берсеңдер, солай бірте ол қалыптасады. Келесі ол позитивті ойлау. Яғни бұл дегеніміз сенің ойың ол өзіңнің болашағыңа өте қатты әсер етеді. Шектеу тек миымызда деген нәрсені осы тұста байқауға болады. Яғни сен өзіңнің қазіргі болашағыңды алдын ала оймен бөгеп тастап жатырған болуы мүмкін. Мысалға, мен ондай жоғары балл жинай алмай қалсам, ата-анамның үмітін ақтай алмай қалсам деген ойлар, уже ол негативті ойлар сені төменге қарай тарта беріп, өзіңнің сенімділігіңді жояды. Сондықтан да осы жерде позитивті ойлау өте маңызды. Яғни сен не нәрсе ойлайсың, сол нәрсе негізі болады. Сондықтан да әрқашанда позитивті ойлап, негативке жол бермей, жақсы жаңа мүмкіндіктерге жол ашайық. Ал достар, осы пайдалы ақпараттар ұнаса, пайдаларыңа жарап жатырса, лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңдар. Және де кімде осындай ситуациялар болды, өздеріңнің тәжірибелеріңмен және де өткен жолдарымен бөлісіп кетсеңдер болады. Сонымен қатар мен басында жоспар деп айтып кеткен болатынмын, иә? Жоспар жасау ең маңызды қадамдардың бірі. Ал сол жоспарды дұрыс құру үшін біз сіздерге 2025 жылға жаңа планер құрған болатынбыз. Ал осы планерді алғыларың келсе, осы видеоның астында описаниеде біз Telegram каналға сілтеме қалдырамыз. Сол сілтемеден өтіп, осы планерді алсаңдар болады. Келесі кездескенше сендермен қоштаспаймыз.